Бұл позицияны халық арасында көбі азусыздық, яғни не дейміз, ынжықтық сияқты қабылдайды сияқты да. Яғни Қазақстан бір неше орындықта отырғысы келеді, ешқайда шыққысы келмейді, позициясын білдіргісі келмейді, мысық сияқты тығылып отырғысы келеді деп ойлайды халық. Мен сол адамға тікелей көзіне көріп айтушы едім. Сенің бейбіт отырып, осы эфирді көріп отыруына себеп не деп? Оның артында жаңағы осы сені ойлап отырған ынжықтық, осы сені отырып отырған айтып отырған барлық нәрсе жатыр дейді. Сондықтан егер сен өзіне сұрақ жауап бер, сенің балаңның бейбіт мектепке баруын қаласаң, өзінің емін еркен теледидарда ауыстырып отыруын қаласаң, яғни бұл саясат бұны қамтамасыз етіп отыр ма? Отыр. Неліктен онда сен бұл саясатқа сенімсіздік артып отырсың? Деген секілді. Егер де нақты осы саясатты күшейтетін тұстары болса, бұны қоғамдық талқыға тастау керек. Оған негізі мен сыртқы саяси жалпы векторды ашық деп санаймын бұған.